керемет күшті тамақ жасайын деп тұрмын. Қазір айтатын болам. Жүгері піспеген. Потом тәтті бұрыш, қызыл, пияз, картошка. Күшті бір тамақ істейін деп тұрмын. Сосын қазір жалғасын көрсететін болам. Сестренкамнан үйрендім. Сестренкам үйіне барсам, осылай күштіліп тұрып тамақ дайындап қойыпты. Қуырдақ жүгерімен бірге істесеңіздер, прямо дәмі күшті ғой енді. Енді мен тауық етімен пісірейін деп тұрмын. Жалғасын көріңіздер. Егер етпен пісіретін болсаңыздар, кәдімгі етпен, онда етті кішкене әбден қуырып аласыздар. Одан кейін жүгерін салып қуырасыздар. Ал егер тауықпен бірге істейтін болсаңыздар, тауықпен бірге жүгерін де қосып жіберіп қуыра бересіздер. Себебі тауық еті тез піседі, ал кәдімгі ет тез піспейді. Дәміне қарай қара бұрыш, тұз қосасыздар міндетті түрде. Мен өзім помидор қосып жібердім, дәмді болсын деп, қызарып піссін деп. Араластырып қоясыздар. Сөз кішкене аздап болып қалмайды. Тағы да тұз салатын шығармын. Жүгерін салған себебіміз білесіздер, жүгері кішкене қатты болғаннан кейін долга піседі. Сол үшін ертерек сала бересіздер жүгерін. Жүгерін ашытып қойып, әндетіп қойып. Соған пияз мен нем бар. Балдар болсынды тәтті. Қостым. Кішкене паприка қостым мен өзім. Цвет күшті прям идеальный цвет. Итпен жасасаңыздар күшті. Алдында сестренкам үйіне барып қонаққа. Мен сондай осылай қуырдақ жасап бергеннен кейін, мен де жасайын. Менің де оқырмандарым білсін деп. Үйге келгенде не істерімізді білмей кетеміз ғой. Необычный тамағымызды істегіміз келеді деді. Өзі тез-ақ жасай салатын. Зато балаларыңыз жүгеріні жейді. Өзім жүгерін жақсы көргеннен кейін, балаларымды жақсы көргеннен кейін, осы тамақты ұнаттым. Сол, кішкене дейін неміз салатын боламыз. Картошкамызды сосын суға 20-30 минут салып пісіріп аламыз жай отқа. Картошкасын салып қойдым. Енді өзім суына пісіріп, өзім суын қарасаңыздар, өзім суы шығып жатыр. Кішкене су құямын да пісіріп аламыз. Тұзын көріп алыңыздар. Сол дайын болғаннан кейін айтып, осылай дайындап көрсеңіздер, комментарийға жазып, маған тіркеліп, ұнаса лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Мені қолдаңыздар. Мен екі батырдың анасының блог түсіріп, осылай ютубтан каналды жүргізгім келеді. Сол үшін мені қолдап кетіңіздер. Осылай видеоны салып тұрамын. Рахмет.